Сәлеметсіздер ма? Мен Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің студенті Муниев Ернар Даниярлы. Мен радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығында 2-ші курс оқимын. Бүгін сіздерге өз жобамды таныстырғым келеді. Мен жобам тақырыбы Smart Home Arduino негізіндегі ақылды үй жүйесі. Қазіргі таңда көптеген үйлер жарықтың қауіпсіздігін, температурасы сияқты жүйелерді қолмен басқарылады. Бұл адамның уақытын алады және де әрдайым тиімді бола бермейді. Осыған орай көптеген мәселелер пайда болады. Мысалы, электроэнергиясының аса тыс қолдануына, қауіпсіздіктің төмен болуына және бөлме жағдайын толықтай бақылау болмауына. Ол адамға қолайсыздық алып келеді. Осы мәселені шешу үшін біз ақылды үй жүйесін сіздерге ұсынамыз. Бұл жүйені толықтай автоматты түрде үйді жұмыс істеуіне алып келеді. Жобаның негізгі мақсаты Arduino платформасын пайдалана отырып, үйдің жарығын, қауіпсіздігін және де климаттық жүйелерін автоматты түрде модеммен басқару. Яғни адам араласпай азайту және де жүйені өзгертіп жұмыс істеуіне, өздігінен жұмыс істеуіне алып келуге болады. Бұл мақсатқа жету үшін бізге мынандай міндеттер қойылады. Ақылды үй жүйесінің құрылымын жобалау, бағдарламасын құру, сенатор арқылы мәліметтер жинау және де жіберу. Ол жүйені тестілеу және де іске қосуын мүмкіндік береді. Бұл міндеттерді жобаны толықтай және дұрыс орындасақ, бүткілі дұрыс қосылу керек. Тестілеуге көшсек. Бәріңізге сәлем. Сіздердің назарларыңызда ақылды үй жобасы. Олай болса бірге тестілеп көрейік. Ең алдымен ақылды үй жобасына қажетті детальдарын көріп, содан соң жеке тоқталып жұмысын тексеріп көреміз. Бірінші бұл бізде үй макеті, Arduino платасы, келесі материнский плата, жалғаушы периметр және ЖК дисплей қосуға арналған адаптер Type-C. Жалпы жобада қосуда екі әдісі бар. Бірінші ол бізде кодтарды ноутбукпен қосу. Екінші осы платалар мен датчиктерді байланыстыра отырып қосу. Олай болса датчиктерді жекелей танысып және де тексеріп өтейік. DHT11 немесе DHT22 датчигі. Бұл кабинетте немесе үйдегі температураны ылғалдығын көрсететін дисплейге назар аударсаңыз көрсетіліп тұр. MP2 немесе MP135 датчигі. Газ немесе түтін болған анықтайды. Дисплейде көрсетіледі. Төмен немесе жоғарылығын байқай аласыз. LD жарық датчигі немесе фоторезистор деп те атайды. Бұл датчик жарықты өшкен жағдайда автоматты түрде жанып жарық қосылады. Түн-түнді автоматты түрде анықтайды. Пирары қозғалыс датчигі. Қазір мен сіздерге үйді қозғалтып көрсек, бұл жағдайда сигнал жүйесі іске қосылады. Тыңдап көрсеңіздер болады. Бұл сіздерге қысқаша видео таныстыру болған. Назарларыңызға рахмет.